12-ші дәріс тақырыбы айтыстардағы шешендік үлгілер. Айтыс қазақтың ауыз әдебиетіндегі ең көне және ең дамыған шешендік жырлау өнерінің түрі. Айтыста тілдік шеберлік, ой ұшқырлығы, қиял кеңдігі, дәлел келтіру мәдениеті ерекше көрінеді. Бұл өнердің басты ерекшелігі шешендік, образдылық, экспрессия, риторикалық сұрақтар, метафора, теңеу, мақал, мәтелдерді орынды жұмсау. Айтыс өнерінің жалпы сипаты және шешендікпен байланысы. Айтыс қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ауыз әдебиетінің ең көрнекті жанрларының бірі. Айтыстың табиғаты суырып салмалыққа, тапқырлыққа, логикалық дәлелге, сөзбен қарымта жасау мәдениетіне негізделеді. Сондықтан айтыс тек жыр жарысы емес, нағыз шешендік өнер мектебі. Айтыста әр ақын қарсыласының ойын, сөзін, логикасын дәл аңғарып, ойланбастан уәж айтуы керек. Бұл шешендік өнердің негізгі талаптары: орынды сөз, қисынды ой, дәлелді пікір және әсерлі жеткізу. Мұнда ақынның тіл байлығы ғана емес, оның ой ұшқырлығы, өміртаным кеңдігі, ел алдындағы жауапкершілігі де сыналады. Айтыс шешендігінің табиғаты. Айтыс шешендігі экспромтқа негізделген, яғни дайындықсыз әрекет ететін сөз жарысы. Айтыскерлердің шешендігі олардың тақырыпты жылдам меңгеруі, тыңдалым мен түсінудің жоғары болуы, аудитория психологиясын сезінуі, дәлелі нақты, уәжі өткір болуына байланысты. Айтыс өнеріндегі шешендік ерекшеліктердің бірі сөз мәдениетінің жоғары деңгейде сақталуы. Айтыскерлер қарсыласына қатты тисе де, сөзді көркем, поэтикалық, астарлы түрде жеткізуге тырысады. Мұнда риторикалық сұрақтар, антитеза, гипербола, теңеу, метафора сияқты көркем тәсілдер кең қолданылады. Айтыскер сөзінің қуаты тыңдаушыға әсер етуінде. Ол аудиторияның көңіл күйін байқап, сөзін соған икемдей алады. Бұл шешеннің ең басты қабілеттерінің бірі. Айтыстағы ой ағымдары, астарлы ишаралар, әжуа мен мысқыл бәрі де шешендік өнердің көрінісі.